Ваша вибрация – это абсолютно все, что вы делаете. Если хотите изменить свою вибрацию, смените прическу, цвета одежды, работу. Вибрация – это ваша реальность. Вы то, что делаете со своей энергией. Ваши мысли, чувства, действия, общение с людьми, отношения, музыка, которую слушаете. Все это входит в вас, и какая бы вибрация ни была, вы ее впитываете. Когда режете лук, руки пахнут луком. С кем вы проводите время лично? О чем вы говорите? Вы меняющееся поле энергии, так что вы добавляете в эту энергию. Это тянет вниз, это поднимает вверх, это похоже на того, кем вы хотите стать. Где ваше сердце, где ваши мысли, тем вы и становитесь. Это ваша вибрация, это становится вашим магнетизмом, вот кого вы привлекаете. Менять свой магнетизм нужно шаг за шагом. Позаботьтесь о минутах, и все воплощение позаботится о себе. Қалай бүгін бейсенбі Алматыда күн салқындау, қыс болып жатыр. Және мен видеомды бүгін қазақша түсірмекшімін, өйткені менен жігітім кеше айтты: "Сен неге орысша сөйлеп кеткенсің? Қазақша тыңдайтын аудиторияңда ескерту айтпады ма?" дегендей. Соған қарағанда қазақша менің видеоларымды жақсылау, ұнататын сияқты. Бірақ мен әр тілде жүргізе аламын, бүгін енді қазақша. Сонымен бүгін мен өзімнің тобымдағы ата-аналарға, оқушылардың ата-аналарына және жалпы балалары бар отбасыларға жолдауым бүгін. Мен қазір өзім психологияның жалпы балалардың тәрбиесі жөнінде саласына көбірек көңіл бөліп жатырмын. Өйткені өзім ұстазбын, өз балаларым бар. Және жалпы келешек ұрпағымыз саналы, ақылды, тәрбиелі, табысты болу үшін не істеуге болады деген сұрақ мазалайды. Сол сұрақтың жауаптарын іздеп, осы TikTok, Instagram, YouTube желілерінде видеоларын салып, еститін халыққа, ойланатын халыққа жолдауларын жіберем. Сол әркімнің өзінің тыңдаушысы бар. Сол тыңдаушыларыма көп рахмет. Сонымен айтайын дегенім, балалар, жалпы біздің елімізде қандай балалардың түрлері бар. Мен ұстаз ретінде айтсам, сіздер үйде бала бір бөлек, мектепте бір бөлек қой. Балалар әртүрлі болады, балалардың бәрі жақсы, бәрі талантты, бәрі керемет. Егер баланы аша алатын ұстаз болса, баланы ашуға мақсат қойған ұстаз болса, баланың бүкіл таланттарын аша алады. Бірақ ұстаз, жақсы ұстаз, керемет ұстаз, ол дисциплинаны талап етеді. Балада дисциплина болу керек. Жалпы кімде болсын дисциплина болатын болса, барлық белестерге жетеді деп айта аламын. Дисциплина, әрекет, сол оны барлығы білетін ұғымдар ғой. Бірақ барлық адамдар түсіндірмейді, неліктен білесіздер ме? Жалпы өзінің ата-бабасында, ұрпағында дисциплина жоқ болған адамдар да болады кейбір. Бір істі бастап, тастап кететін. Бір істі бастап, тастап кететін. Неге? Өйткені қорқыныштар болуы мүмкін. Ой, бай болу менің программамда емес, мысалы табысты болу менің отбасым, әулетім үшін емес. Ой, мен миымды не үшін қатырам? Или наоборот, миын қатырып, оны қолдана алмау. Жалпы ол бәрі біздің ата-бабамыздан келе жатқан бір әрекеттер, ұғымдар, установка дейді орысша. Содан айырылуға болады негізі. Мен қазір ойындар жүргізіп жатырмын ғой, әртүрлі көрікті бір суреттермен қоса коуч сессиялар өткізіп жатырмын. Тегін емес енді, оның жаңағы рахмет ақысына, бірақ апта сайын өткізуді қазір жасап жүрмін. Сіздер де келіп қатысаңыздар, сондай установкалардан айырылу процесін көрсете аламын.